Ұңғыны қышқылды өңдеу өте жоғары жауапкершілікті талап етеді. Әрбір қышқылды ерітінділерді сақтау, дайындау, айдау үшін қолданылатын техникалар мен ыдыстар арнайы болу керек. Тұз қышқылының ерітіндісін дайындау кезінде техника қауіпсіздігі қатаң сақталады. Арнайы киімдер, резина қолқаптар мен көзілдірік киіледі. Тұз қышқылын тасымалдауда арнайы цистерналар қолданылады. Олардың іші бірнеше қайталап химиялық төзімділігі мықты эмальмен қапталады. Қышқыл ерітіндісін дайындау жұмыстары қышқыл сақтау қоймаларында арнайы тәртіптер бойынша жүргізіледі. Негізінен қысымды түз қышқылымен өңдеу жұмыстарын бастамас бұрын өнімді қабаттың қалыңдығы және жұтылу қабатшаларының орналасу деңгейі толық зерттеліп алынады. Шөгендеу құбырын жоғары қысымнан сақтандыру үшін қабат жабынында сорапты компрессорлық құбырға якорлы пакер орнатылады. Өткізгіштікті жоғары қабатшалардың жұтылу қасиетін төмендету үшін немесе оларды саңылассыздандыру үшін қабатқа эмульсия айдалады. Бұл эмульсия құрамы 70% тұз қышқылы мен 30% мұнайдан тұрады. Қарапайым жағдайда 1 метр өткізгіштігі жоғары қабаттарға 1,5-2,5 метр куб көлемдегі эмульсия қажет. Эмульсияны ашық түпке сорапты компрессорлық құбырмен айдайды. Осы технологияны іске асыру үшін жылжымалы сыйымдылық ацн, агрегат CA320, қышқыл тасығыш агрегат AZ30 техникалары және химиялық реагенттер тұзды қышқыл, орта фосфорлық қышқыл, датқа қарсы ингибитор, техникалық және тұщы су қажет. Химиялық реагенттер су өңдеу жасалатын ұңғы барысында жеткілікті көлеммен тұру керек. Ұңғыны қышқылды өңдеу тәртібінің кезектіліктері қатаң сақталу шарт. Құбырға CA320 агрегаты жалғанып, айдау желісі 1,5 еселі қысымға сыналады және 18-24 метр куб көлемдегі беттік активті заттар қосылған ыссы сумен тазаланады. Азенмаш 30 агрегаты қосылып, желі тағы да 1,5 қысымға сыналып, қышқыл ерітіндісі айдалады. CA320 айдалған қышқыл ерітіндісін ыстық сумен қабатқа ендіру үшін ығыстырады. Сонан соң барлық агрегаттар айырылып, ұңғы әсерге 6 сағатқа жауып қояды. Уақыт өткен соң шығу желісіндегі ысырманы жауып тұрып, айдау желісін қысымға тексереді. Сонан соң құбыр аралықты жуып, қалдық қышқыл ерітінділерін құбыр арқылы шығарып, мұқият жинап, арнайы ацн-мен жою орнына тасымалдайды. Тазарған ұңғыны пайдалануға қосады. Бұл екі техниканың орналасу сызбасынан көріп отырғанымыздай, олардың арақашықтары операторлардың еркін өту үшін 1 метр кем болмау керек және иістенбеу жағдайы үшін жел бағытына қарсы орналасу керек. Цементтеуші агрегат CA320 ұңғыны күрделі жөндеу, яғни өңдеу жұмыстары кезінде жұмыстық сұйықтарды айдауға және басқада жуу-сығу жұмыстарын жүргізуге арналған. CA320 агрегаты КамАЗ не Урал маркалы автокөлік шассиіне орналасады. Автокөлік двигателі жоғары қысым сорабы жетегі ретінде қолданылады. CA320 құрамы CA320 монтаждық базасы, NC320 жоғары қысымды сорап, су беруші блоктан тұрады. Азенмаш 30А құрамы сызбада көрсетілген. Қышқылмен өңдеу кезінде агрегат Азенмаш 30 қолданады. Ол крас автокөлігіне орналасады. Агрегат үстінде 2,7 метр куб және 5 метр куб екі бөліктен тұратын 8 метр куб сыйымдылық орналасқан. Тағы да қышқылдың қосымша 3 метр куб екі бөлікті 6 метр куб сыйымдық көлемін тасымалдау үшін агрегаттың прицепі болады. Агрегат үстінде 3 плунжерлік горизонталь сорабы орнатылады. Ол сорап плунжер диаметрі 100 мм болған кезде бірінші жылдамдықта қысымды 50 мегапаскаль дейінге көтереді. Теориялық өнімділігі сол кезде 2,5 литр секунд болады. Ал 5-ші жылдамдықта қысым 11 мегапаскаль, теориялық өнімділігі 10-8 литр секундына. Ұңғыны қышқылды өңдеу кезінде қолданылатын реагенттер металдарға қатысты коррозиялы активті болады. Болат құбырлардың температурасы 20 градус және тұз қышқылы концентрация 10% кезінде тоттану жылдамдығы 7 грамм метр квадрат сағатына, ал 10%-дық тұз қышқылы мен 5% фторсутекті қоспада тіпті
4 грамм метр квадрат сағатына болады. Сондықтан қолданылатын жабдықтар металын қорғау үшін формалин, катапин, уникол, тағы басқа ингибиторлар қолданылады. Қабаттың өнімділігін арттыру үшін қышқылды әсер ету кезінде улы және өрт қауіпті заттар қолданылады. Сондықтан бұл адам өміріне де қоршаған табиғи ортаға да қауіпті. Алдын ала қышқылды өңдеу жоспары құрылып, оны мұнайгаз өндіру басқармасы бас инженері бекітеді. Барлық техникалар бір-бірінен кем дегенде 1 метр, ал ұңғы сағасынан 10 метр қашықтықта кабинасы кері бағытта орналасу керек. Ұңғыға қышқылды өңдеу жүргізу кезінде сағада өңдеу үрдісіне қатысты қызметкерлерден басқа адамдардың жүруіне рұқсат етілмейді. Қышқылды өңдеу тәуліктің жарық уақытында және тұмандылық жоқ кезде жел бағыты мен жылдамдығын ескере отырып жасалады. Өндіріс орнында қышқылдарды бейтараптандыру үшін бор, хлорамин, әктас сияқты химиялық заттар мен арнайы киімдердің апаттық артық қоры тұру керек. Барлық жұмысшы және инженерлік персонал кәсіпорын басшысы бекіткен кестеге сәйкес қауіпсіздік техникасы ережелерін білуге, мерзімдік оқытудан және аттестаттаудан өтуге міндетті. Назарларыңызға рахмет. Келесі дәріске көшеміз.